Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ұлттық аспаптар. Национальные инструменты. Жаңа сөздер: жетіген, қобыз, сыбызғы, асатаяқ, аспап. Жетіген — струнный инструмент. Қобыз тоже относится к струнному инструменту. Сыбызғы, дудка, флейта — это үрмелі аспап, духовой инструмент. Асатаяқ — это ударный инструмент, аспап. Бұл неден жасалған? Если вы помните, мы проходили на уроках такое задание. Из чего это сделано? 114 бет, бірінші тапсырма. Дауылпаз, ударный инструмент. Домбыра, шекті аспап, струнный инструмент. Асатаяқ, ударный инструмент. Қобыз, сендер оны бәрін білесіңдер, бұл шекті аспап, струнный инструмент. Сыбызғы, үрмелі аспап, духовой инструмент. Жетіген, струнный инструмент. Енді, балалар, бұл неден жасалған деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, дауылпаз, мынау дауылпаз. Бұл ағаштан және теріден жасалған. Оның бауы, веревка, және таяғы, палочки, есть. Осылай қалған аспаптар туралы жауап бересіңдер. Мысалы, домбыра неден жасалған? Дұрыс, домбыра ағаштан жасалған. Және шектен жасалған. Шек — это струнный. Асатаяқ неден жасалған? Асатаяқ ағаштан жасалған және қоңыраудан жасалған. Қоңырау — это колокольчики. Қобыз неден жасалған? Қобыз ағаштан жасалған, былғарыдан жасалған және шектен жасалған. Сыбызғы неден жасалған, балалар? Сыбызғы дұрыс ағаштан жасалған. Жетіген туралы аңыз бар, балалар? Аңыз легенда. Жетіген неден жасалған? Дұрыс, жетіген ағаштан жасалған, шектен жасалған. Және не қолданады? Және асық қолданады. Енді мәтінді тыңдайық. 1801 жыл 20 шілде. Сығанақ қаласы. Балалар, бұл қандай мәтін? Дұрыс, балалар, бұл күнделік. Күнделік — это не дневник. Ребята, не путаем. Это не ученический дневник школьный, а ежедневный дневник. Күнделік. Бүгін мен шілдеханаға бардым. Шілдеханаға атақты ақындар, палуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған. Жақын ауылдардан әнші, сазгерлер келген. Сазгер композиторы. Олар түрлі ұлттық аспаптарда ойнады. Ұлттық аспаптар — национальные инструменты. Қобыз, сыбызғы, домбыра, жетіген сияқты аспаптардың әсем сазына таң қалдым. Әсем сазы — красивая мелодия. Таң қалдым, удивился.
Мен де өнер көрсеттім. Өнер көрсеттім, показал свое искусство. Ақшабай маған күміс теңге берді. Иә, қала тұрғындары жомарт әрі қонақжай. Ертең тағы жазамын. Қайырлы түн, күнделігім. Ребята, мы с вами прочитали күнделік, дневник. Да? Дневник одного дня. Отрывки из дневника. Теперь, как же этот дневник переводится на русский язык? Вы можете прочитать и сами самостоятельно ознакомиться. Енді мәтінді тыңдайық. 1801 жыл 20 шілде. Сығанақ қаласы. Балалар, бұл қандай мәтін? Дұрыс, балалар, бұл күнделік. Күнделік это не дневник. Ребята, не путаем. Это не ученический дневник школьный, а ежедневный дневник. Күнделік. Бүгін мен шілдеханаға бардым. Шілдеханаға атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған. Жақын ауылдардан әнші, сазгерлер келген. Сазгер композиторы. Олар түрлі ұлттық аспаптарда ойнады. Ұлттық аспаптар – национальные инструменты. Қобыз, сыбызғы, домбыра, жетіген сияқты аспаптардың әсем сазына таң қалдым. Әсем сазы – красивая мелодия. Таң қалдым, удивился. Мен де өнер көрсеттім. Өнер көрсеттім, показал свое искусство. Ақшабай маған күміс теңге берді. Иә, қала тұрғындары жомарт әрі қонақжай. Ертең тағы жазамын. Қайырлы түн, күнделігім. Ребята, мы с вами прочитали күнделік, дневник. Да? Дневник одного дня. Отрывки из дневника. Теперь, как же этот дневник переводится на русский язык? Вы можете прочитать и сами самостоятельно ознакомиться. Келесі тапсырма, балалар, сұрақ қойып үйренейік. Давайте научимся с вами вместе составлять вопросы. 116 бет, 4 тапсырма. Вопросы мы будем составлять к тексту, который только что прочитали. Күнделік, дневник. Әсет бүгін қайда барды? Первый вопрос, да? Екінші. Давайте составим вопрос к второму предложению. Шілдеханаға атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған. Обратите внимание, что я выделила разными цветами слова. Атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер. Это однородные члены предложения. К однородным членам предложения задается один и тот же вопрос. Мысалы, шілдеханаға кімдер шақырылған? Кого позвали на праздник шілдехана? Да? Теперь посмотрите, что к данному же вопросу, к предложению можно задать еще другой вопрос. Я выделила это желтым цветом. Шілдеханаға атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған. Вопрос. Қайда атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған? Да, ребята? То есть, к одному и тому же предложению мы можем задать несколько вопросов. Только мы должны определиться именно какой части данного вопроса, именно какому слову мы хотим задать вопрос. Теперь ваша самостоятельная работа, вы должны
самостоятельно составить вопросы к данному тексту. Можете составить вопросы к каждому предложению, можете составить вопросы выборочно по тексту. Енді балалар, күнделікті қалай жазу керек? Как нужно писать дневник, оформлять его? Тут у вас задаются два вопроса. Күнделікте не жазамыз? Что мы пишем в дневнике? И күнделікті қалай жазамыз? Как мы пишем? Қалай, как, не, что. И даны варианты ответов. Вы должны их распределить. Алдымен уақыт көрсетіледі. Уақыт, ребята, да? Правильно, время. Сначала пишем время. Содан соң мәтін жазамыз. Мәтін это, правильно, текст. Потом только мы пишем текст. Күнделікке маңызды оқиғаларды жазамыз. Маңызды оқиға. Не просто так каждый день, что мы кушаем, что мы едим, да? А именно маңызды оқиға. То есть важное событие записываем. Событие, оқиғалар. Күнделікке күн сайын жазуға болады. Күн сайын. Сайын посылок каждый день. То есть мы каждый день мы можем вести этот дневник. Менің ойымша, смотрите, это вводное слово, да? Менің ойымша. После вводного слова ставится запятая. Менің ойымша, по моему мнению, күнделік жазудың ережесі жоқ. Ереже, вы знаете, это совершенно верно. Правило. Нет правила ведения дневника. Күнделікке ерекше күні жазамыз. Ерекше күн. Смотрите, ребята, слово ерекше и маңызды в данном случае можно взять как синонимичные. Особенные дни нужно записывать, да? Вот теперь, ребята, пожалуйста, распределите, что из этих них относится к күнделікке не жазамыз, что мы пишем в дневнике, и күнделікті қалай жазамыз, как мы пишем дневник. Я думаю, вы уже справились. Енді тексерейік. Күнделікке не жазамыз? Алдымен уақытын, сосын мәтінді жазамыз. Күнделікке маңызды оқиғаларды жазамыз. Күнделікке ерекше күнді жазамыз. Ал қалай, как же оформлять его? Күнделікте күн сайын жазуға болады. И және күнделікте жазудың ережесі жоқ. Я балалар? Жақсы. Енді үй жұмысы. Сендер 6-шы тапсырма бойынша кеше не істедің? Күнделікке жаз. Что вчера ты делал? Что особенно было вчера, что для тебя запоминающее? Күнделікке жаз. Напиши дневник одного дня. Сау болыңдар, балалар.